Сәлем достар. Бүгін менің қасымда қонағым Бунка. Бүгін біз достар ең үлкен донер және де ең кішкентай донерді жейтін боламыз. Достар, мен кішкентайын, Дука болса ең үлкенін жейтін болады. Білмеймін, лаваш па шаурма ма сен жейтін? Лаваш? Лаваш. Yeah. Достар, давайте комментте қалдырып кетейік, лаваш жейтіндер көп па, шаурма жейтіндер көп па? Және де Шымкентте ең үлкенін қателеспесем 1 метр ме да? 1 метр шаурма жейтін боламыз. Иә. Ну, точно Дука жейді, а мен ең кішкентайын жеймін. Ал достар, видео ұнайтын болса, кеттік. Бірге барып шаурмамызды сатып алайық. Достар, қазір біз көлік жүргізіп келе жатырмыз. Шаурмамызға біз асығысып бара жатыр. Я, Дука весь день тамақ жеген жоқ, осы шаурманы күтті. Бүгін мен жақсылап қоректеніп алам қазір. Ай, шаурманың дәмі қандай болатынын білмеймін. Сіздерге бірге бөлісіп айтамын, дәмі қалай. Еті көп па, тоясыз ба? Қазір бірге таңғаламыз. Иә, достар, әсіндеге қалай ұнай ма, лаваш па, шаурма ма? Мысалы, маған шаурма қатты ұнамайды, лавашты тоже ұнамайды. Но бүгін Дуканы тексеру үшін бүгін шаурма жейін деп жатырмын. Маған тағамдардың бәрі ұнайды. Ойбай. Достар, біз лавашқа барадық Шымкентте еңіп отқан. Достар, қараңдар, мынандай машинада мынандай бізде космонавттар бар екен. Ойыншықтар сүйкімді. Кімге ұнады, лайк басып кетіңіздер. Мақай кесіп тұр. Екі қолдарын көтеріп. Әдемі? Қандай сүйкімді. Біз енді лавашқа барадық. Дука за руль. И қанша уақытта жетеміз, Дука? Қазір 3 минутта боламыз. Достар, мінекей біз келе жатырмық. Осы жақтарда қазір сата деген жеттандар арғы бетінде. Қазір ең үлкен шаурма донерді көретін боламыз. Ема, достар, мына қарасаңыздаршы, дәу. Менің қолыммен бәр дейді. Неткен ұзын мынау, салмағы ауыр. Мынау 2 адамға арналған. Ема, мынау болса әлемдегі ең кішкентай шаурма. Ең кішкентай. Қарасаңыздаршы. Бана жесесің. Не деген кішкентай шаурма мынау. Мынаған туған күнге құттықтағанға свеча алып қою керек па? Дәу. Ама кішкентай. Ал енді көреміз Дука қанша уақытта бұны бітіретін. Достар, біз мына кереметте паркімізге келдік Шымкент қаласындағы. Лаваштарымызбен келдік біз. Ең кішкентай лавашты қазір көрейін жатыр. Неше секундта жеп қояды деген ойдасыздар. Қойым жарыспаймын. Достар, ешқашан тамақ жарысып жемеңдер. Мынаған қарап не айтып жатсың? Сен мен бір драматургияда отыратын жатырмыз ба? Қандай көрші? Өте кішкентай екен лаваш. Өте кішкентай, 3 сантиметр шығады дейм я? Ну. Құны 100 теңге тұрады. Құны 100 теңге тұрады. Ал бастайын достар. Сіздер оған дейін лайк басып, өз ойларын қалдырып кетіңдер. Ай, ет ал. Ема, сен мынау 10 сағат жинеп тұрсың. Деп қояма. Дәмді меген? 100 теңгеге еті бар ма ішінде? Ішінде ет бар, я. Ема, 100 теңге тұрса да еті бар екен. Ал достар, қазір енді дәуін жейтін боламыз. Достар, енді ең кішігірім лаваштың примерно бір 100 шығатын лаваш болмау деген. Өте үлкен. Ема, бұлан қалай жептесін? Дука, өзіңе сенімдісің ба? Жоқ. Бұлан қарасаңыздар, өте үлкен. Жылан сияқты болып тұр ғой. Бісміллә, кетті ал. Достар, давайте Дукаға бәріміз комментарияға ас дәмді болсын деп жазып жүрейік. Қалай дәмі? Дәмі зор. Зор ма? Бағасына сай. Кәдім сенгіден 100 есе көп қылмау. Дал. Еті көп. Енді көрейік қанша уақытта сен бітіресің. Қалай? Көп емес. Жеп тамайсың достар. Сондық үлкен қараңдар. Өте үлкен. Екі істегеннен тойып қаласың уже. Иә, өте үлкен. Басымен бірдей ғой. Басымен бірдей, иә. Бірақ өте дәмдеген. Зор ұнады. Бірақ достар, әрине мен бұлығынан жеп тамайын точно. 2 hours later. Так, достар, Дука өзінің лавашын жеп бітірмей, үйге қайтпаймын деп мен соны күтіп отырмын. Қараңда тұрмын. Мен айтамын. Мүмкін емес. Жеп тамайсыңдар. Мен айтып жатырмын, мына жақта иттер бар еді. Иттерге бере салайық деп жатырмын да. Ит қинамай, уже тың. Десем, жоқ, мен жеймін деп отыр. Енді түрін қараңыздар. С аппетитім жеп отыр.
Кусь. Кусь. 2 hours later. Так, Дука енді кетіп қалды астына. Қалай жағдайыңыз? Өте ауыр. Достар, мынаны жеп тамайсың. Мен айтайын, мынау кәдімгі бір шаурманың бағасы қалды мына жерде. Мынаны жепту невозможно. Әлі отырым. Осы баланы күтіп. Осындай видеолардың тағы шыққанын қаласаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Ал сіздермен болған Дука и және де мен досым Бунка. Қош сау болыңыздар. Давайте, пока.